Ай туса, ол да тартар жарығына, су ақса, ол да тартар арығына. Баласы кімнің текті, кімнің тексіз, әйтеуір бір тартады-ау қалыбына деп, халықтың қара өлеңінде осылай жырланып келеді екен. Иә, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деп жатады біздің жұрт. Дәл осы сөздің куәгері болып қайтқандаймыз. Иә, сәуір айы қазақтың тәуір айы деп, сәуір айының басында сапарымыздың сәті Индонезия мемлекетінің астанасы Жакарта қаласына түскені бар. Иә, Жакартаға барып қайттық. Иә, барғанда да жай барып қайтқан жоқпыз. Жалпы шетел өмірінде жүргеніне 20 жылдан асқан құрмет Қаукенұлы ағамызға сәлем беріп қайттық. Иә, ағамыздың дархандығы, даналығы кісіні сүйіндіреді. Біз барамыз дегенді естіп, бізге әлдеқашан қонақ үйлерін бұйыртып, ат көпір қып, дастархан жайып қойған екен. Иә, дастарханның үстінде тоқтамай 9 сағаттай арқа жарқа әңгіме айттық. Иә, бұл әңгіменің жүлгесі көп осы балалар тәрбиесінен ауытқыған жоқ. Негізі осы балалар тәрбиесі турасында айттық. Жалпы құрмет ағамыз Малайзия елінің астанасы Куала-Лумпур қаласындағы ең жоғарғы оқу орындарының бірі Малайя университетінің түлегі. 2000 жылдың басында физика мамандығынан осы Малайя университетінен магистратура тамамдаған, ары қарай Англия, Америка сияқты мемлекеттерден білім асырған. Және өзі ғана оқып қалмай, атана бірінші ұстаз дейтін осы біздегі жаттанды сөз болып жүрген сөздің мағынасына ол кісі тереңінен үңілген екен. Яғни өзін тәрбиелеумен қатар баласы Айдын Құрметұлында өте жақсы тәрбиелеген. Яғни қазіргі Харвард университетінің бүкілдей сыйлық қаражатын ұтып алуға мүмкіндік жаратқан. Харвард университетін білесіздер, бүкіл Америка күйінше, бүкіл дүниежүзі күйінше ең жоғарғы оқу орындарының бірі. Сол оқу орнына тегін сыйлық қаражатпен түскен. Яғни бұл Харвард университеті болатын болса, алма телефонын, MacBook компьютерін және аэроплан билеттеріне дейін бүкілдей алып береді екен. Қарасақ, тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады деп айтып жатамыз. Дәл осы сөздің куәгері болдық деп отырған себебіміз осы болатын. Жалпы әңгіме барысында ағамыздан осы баланы қалай тәрбиеледіңіз, қалай бүгінгідей нәтижеге жеттіңіз деген сұрақтарды қойдық. Ағамыздың жауаптары баланы жәнегі жастан деген, баланы жасымнан осы жасампаздық қабілеттерін жетілдіруге, қоғамдық қабілеттерін жетілдіруге, осы шетелдегі жарыстарға үздіксіз қатыстырып отырған және жаздық лагерь, қыстық лагерьлерге жібертіп отырдым дейді. Яғни қыз баласын Англияға жіберткен, ұл баласын Германия және Канада сияқты мемлекеттерге жарыстарға жібертіп отырған екен. Және балалары жүлделі болып оралып отырған. Бірде 3-ші дәреже болса, бірде 1-ші дәрежені алып. Осылай балаларға үздіксіз еңбегін сіңірген және баласын осы дене тәрбие жағынан да қағыс қалдырмаған. Яғни жан-жақты тәрбиелеген, тіпті осы ойыншық ойнау жағынан да арнайы тәрбиеші алып, балаларға жәнегі жасампаздық қабілетін жетілдіруге көмектескен. Жалпы атана бірінші ұстаз деген сөзді жақсы түсініп жеткен екен. Сондықтан осы әңгімені айту арқылы ата-аналарға айтпақшы болғанымыз, мүмкін болса балаңызды өзіңіз тәрбиелеңіз. Яғни қазір ата-аналар бар, баласын мұғалімдарға тапсырып қойып, мұғалімдарға жағдай жасасақ, мұғалім менің балама жақсы қарап қояды деп ойлайды. Әттеген-ай, бұл мүмкін емес жағдай. Мұғалімнің да өзінің баласы бар, өзінің аманаты бар дегендей. Сондықтан өз аманатыңызға өзіңіз жақсы қараңыз. Иә, сіздерде де осындай білікті ұлдар менен қылықты қыздар көп болсын. Осы ағамыздың баласының жолын сіздердің де балаларыңызға бұйырса екен. Аман болыңыздар.